Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, ылғалды Наполеон тортын дайындаймын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қамырын жасау үшін електен өткізілген ұнға 82% сары майды салып, үккіштен өткізіп ұнтақ жасаймыз. Салқын суымызға жұмыртқа салып, шым-шым тұз қосып, араластырып, қамырымызға қосып илейміз. Біріккен қамырымызды алып, ұн сеуіп, 10 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті домалатып, ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Ыдысқа жұмыртқа, қант, електен өткен ұн, сүттің жартысын құйып, барлығын араластырып алып, қалған сүтімізді қосамыз. Осы ыдысымызды жай отқа қойып, араластырып отырып, қоюлатамыз. Шамамен 15-20 минут. Қоюланғаннан кейін басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасына дейін суытып аламыз. Мұздатқыштан қамырымызды бір-бірден алып, пергаменттің үстіне жұқа қылып жайып аламыз. Кез келген форманы ойып, шанышқымен тесеміз. градуста шамамен 5-7 минут қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Піскеннен кейін корждарды решеткада суытып аламыз. Корждың шеттерін ұсақ үгінтілерге айналдырамыз. Суыған кремге бөлме температурасындағы сары май салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинаймыз. Ыдысқа коржымызды қойып, бетіне 3-4 ас қасық крем жағып, коржымызды қойып, осылайынан жинап аламыз. Корждың үгінділерімен бетін және шеттерін әсемдейміз. Дайын болған Наполеон тортымызды кемінде 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Өте дәмді, ылғалды Наполеон тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.